Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз буын және буынның түрлері. Буын дегеніміз сөз құрамындағы бір немесе бірнеше дыбыстар тобынан жасалған фонетикалық бөлшек. Апа, мектебімізде тағы басқа. Буынның ерекшеліктері. Буын болу үшін оның құрамында дауысты дыбыс болуы тиіс. Бір буын ішінде дауысты дыбыс біреуден артық болмау керек. Буында мағына болмайды. Бас бірінші буын болмаса, қалған буындар негізінен дауыстыдан басталмайды. Буынның түрлері. Өзіміз білетіндей буынның 3 түрі бар. Олар бізде ашық буын, тұйық буын, бітеу буын. Ашық буын бір ғана дауыстыдан болатын, немесе дауыссыздан басталып, дауыстыға аяқталатын буынды біз ашық буын дейміз. Мысалы, әке сөзі. Бізде міне мысалы әке дегенде дауыстыдан басталып, дауыстыға аяқталады. Немесе дауыссыздан басталып, дауыстыға аяқталады. Та, ға, ла, да деген сияқты. Келесі бізде тұйық буын. Тұйық буын дауыстыдан басталып, дауыссызға аяқталатын буын түрі. Мысалы, ар деген сөзді алатын болсақ, дауысты дыбыстан басталады да, дауыссыз дыбысқа аяқталады. Оқ сөзі де дауысты дыбыстан басталып, дауыссыз дыбысқа аяқталады. Ант деген сөзде де дауысты дыбыстан басталып, дауыссыз дыбысқа аяқталады. Өрт дегенде де бізде деген бізде дауысты дыбыстан басталады және дауыссыз дыбысқа аяқталады. Ұлт деген сияқты дауысты дыбыстан басталып, дауыссыз дыбысқа аяқталса, бұл бізде тұйық буын болады. Бітеу буын дауыссыздан басталып, дауыссызға аяқталатын буынның түрі бізде бітеу буын болады. Мысалы, қарасаңыздар, дауыссыз дыбыстан басталады, ортасында дауысты дыбыс болады, және соңында да ол дауыссыз дыбысқа аяқталады. Қарасаңыздар, дауыссыз дыбыстан басталып, Б деген дауыссыз, А бізде дауысты, С бізде дауыссыз. Сондықтан, дауыссыз дыбыстан басталып, дауыссыз дыбысқа аяқталса, бізде бұл бітеу буын болады екен. Бас, бастық, бұлдыр, дар, қант, жарық, қарт, тағы басқа. Осымен бізде буынның түрі түсінікті деп ойлаймын. Енді жеке тоқталатын болсақ, міне тұйық буын дауыстыдан бастап, дауыссызға аяқталатын буын, бітеу буын дауыстыдан басталып, дауыссыз дыбысқа аяқталатын буын.